Небесные розы, повсюду морозы, но я вижу твой взгляд, и это меня уносит. Так хочется сказать, что ты моя, но будто что-то против этого. Небесные розы, повсюду морозы, но я вижу твой взгляд, и это меня уносит. Ты прикоснуться да не до тебя, я больше не могу ждать, милая. Небесные розы, повсюду морозы, но я вижу твой взгляд, и это меня уносит. Так хочется сказать, что ты моя, но будто что-то против этого. Ты правила моими чувствами, ранили нотами грустными. Те дни, что мы провели, скажи, для кого они, я поплыл, это амнезия. Стоим лицом к лицу, сложно говорить нам, я уже залип на твои губы, словно я уже забыл, о чем я говорил, как это делаю всегда. Просто не могу я долго убежаться, ты же это знаешь, да. Подойди поближе, только обниму, а остальное ерунда. Тестіміз осындай болады. Бұны 15 минутқа тындырып қоямыз. Міне қараңыздар, тестіміз дәл осындай болады. Бұны қазір бөлшектерге бөліп ысатын боламыз. Дәл осы қалыпта қалған бөлшектерімізде дәл осындай қылып колбаса сияқты формаға келтіретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай колбаса тәріздес 6 пішін дайын болды менде. Енді осыларды кішкене бөлшектерге бөлеміз. Қатты үлкен де болмау керек, өйткені ол майға салғаннан кейін, қызып тұрған майымызға салған кезде тағы да өседі, және ол үлкен қылып кесетін болсақ, ол ортасы піспей қалуы әбден мүмкін. Сол себепті осындай формаларда кесеміз. Салатын кезде дәл осылай томалақтап жүйеруімізге болады. Нәтижесінде міне осындай шариктер пайда болады. Мен барлығын кесіп осылай жасаймын. Енді қызып тұрған майымызға саламыз. Мен майымды алдын ала қыздырып алдым. Астын жай отта пісірмесе, ортасы шикі болып қалады. Мен ең алғашқы пісіргенімде астын бауырсақтағыдай қатты ашып қойғам, ортасы шикі болып қалған жайы бар. Осылай барлығын салып шығамыз. Дәл осылай үлкейеді, өседі, майға салғаннан кейін. Тоқтатпай осылай араластырып, барлық жағын қызартып аламыз. Осылай қызарғандарын жаймен деп аламыз. Қызарғандардың барлығын алдық. Енді келесін осылай осы қалыпта жалғастырып пісіріп аламыз. Пончиктер дайын, қараңыздар. Міне дәл осылай піседі.
аралары осылай ашылып, үлкен формаға еніп піседі. Қазір ортасын бөліп көрсететін боламын. Вот міне қараңыздар. Дәл осылай ортасы құп-құрғақ болып піседі. Дәмі енді тіл. Барлықтарыңызға ас болсын. Дайындап көріңіздер.